Тамыры тереңге бойлаған халық еміне бір сөзбен ғана анықтама беру мүмкін емес. Аты айтып тұрғандай, бойларындағы Алладан берілген табиғи қасиеттері арқылы сырқаттарға шипа дарытатындар ел арасында емші деген жалпы атауға ие болғанымен, олардың әрқайсысы емдеу әдіс-тәсілі жағынан бақсы, тәуіп, сынықшы, экстрасенс болып өзара бөлінеді. Халық емі деген түсінікке қарапайым мысал келтірсек, кәдімгі фитотерапияның түп тамырын ежелгі дәрілік шөппен емдеуден, заманауи травматологияның астарын сынықшылық өнерден, бүгінгі күнгі дәстүрлі психотерапияның түрлі тренингтердің бастауын, сонау ерте ғасырлардағы қазақ ауылдарындағы бақсылықтан, яғни зікір салу арқылы адам жанын емдеуден алса да болады. Ал сіз қымбатты телекөрермен не дейсіз? Орта толтырыңыз. Тікелей эфирде түскі таңдық орта толсын бағдарламасы студиядағы сұхбатымызды бастаймыз. Ал енді Сағира, өзің бүгінгі қонағымызбен таныстыра кетсең. Иә, Нұрлан, дұрыс айтасың. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Әсеткүл Сариева апамыз, ежелгі Қытай дәстүріндегі емдеу тәсілінің маманы, психоаналитик, бүгінгі біздің студиямызда қонақ. Апа, енді алдымен осы халық еміне қаншалықты жүгінуге болады, қаншалықты жүгінген дұрыс, осы жөнінде толық ақпар бере кетсеңіз. Енді жалпы халық емі қазақтың қай дәстүрі болса да, бұл халықтың дәстүрлі жаңағы халық емшілік медицинасы ғой. Бұрынғы кезде әрине көп халықтар халық еміне жүгінген. Ал енді қазіргі таңда біздің технологиямыз, мамандарымыз көбейіп, жетістіктеріміз жоғарылаған уақыт, сондықтан халық еміне барлығы бірдей жүгіне береді деп айтпаймын. Мен енді халық емшілігіне осыдан 25 жыл бұрын түскенімде бұл қалай деген ой келді. Адамда енді генмен келе жатқан, қанмен қанға, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан кәдімгі сезімталдық дүние болады екен, ерекше қасиет болады екен. Соның барлығын енді біз совет дәуірінде жаңағы түзу тұрып, түзу жүріп, партия қабылдап, комсомолға өтіп деген сияқты сөйтіп тәрбиеленген адамбыз. Өзім сол уақыттың қызып тұрған кезінде өскен адаммын, сондықтан мен бұған өте қатты сеніп кеткен жоқ едім. Ол халық еміне сенбеймін дегеннің өзі бұл түсінбестік дүние екен. Бұны терең түсіне білетін болсаң, сенбеске шараң болмайды екен. Ал енді сол халық емін мен өзімнің жеке басыма келетін болсам, халық емін неге классикалық медицинамен ұштастырмасқа деген ой келді. Ой келіп ең алдыменен Ресейден бастадым. Өзім халық еміне осындай қиын жағдайда түскеннен кейін енді оны айтып жеткізу өте қиын. Оны айтатын болсаң дәрігерлер мынаның басы кеткен дейді, психический ауруға кезіккен дейді, шалдыққан дейді. Молдалар болса құлағына шайтан сыбырлап тұр, шайтан мініп алған бұған дейді. Жоқ, олай емес екен. Оның барлығына дұрыс көз қараспен қарауымыз керек екен. Бұл адамның тұқымнан тұқымға келе жатқан, жалғасып келе жатқан дүние екен. Бірақ мен өзімді айтар болсам, мен ешқандай айта алмаймын. Менің тұқымымда, мына атамда, мына апамда мынандай тұр, осындай болған деп. Тіпті мен білмеймін. Сонда менің арғы түпкі жеті атамда ма қайсында болғанын кім біледі? Әйтеуір бірақ маған кеп қонған дүние екен. Маған бұйырған дүние дейсің. Маған бұйырған дүние екен. Ал енді мен бұл жағдайдан медициналық білімім жоқ. Мен қалай ғана емшілікпен айналсам деген ой туындады. Советтің кезіндегі бас қой мынау. Иә, кеңес дәуіріндегі. Кеңес дәуіріндегі. Сондықтан мен бұны өзім медицинаны алдымен колледжден бастадым. Одан кейін барып арабша оқуды бастадым. Содан кейін барып мен неге бұл қазақ емін классикалық медицинамен ұштастырмаймын деген ой маған Ресейге барғанда келді. Өйткені Ресейдің қай жаңағы нелерінде, ауруханаларында болмасын, үлкен-үлкен нейрохирургический институттар болады, болмаса жүрек аурулары, болмаса бүйрек аурулары, жаңағы бөтеге аурулары институттары болады. Сол жерде әр жерінде кәдімгі мына халық емімен отыратын адамдар болады екен. Олар менің таңғалғаным, ең бірінші кезде таңғалғаным, жаңағы халық емінің адамдары менен кәдімгі үлкен басқа дәрігерлер түгел консилиум жасайды екен. Яғни солармен кеңеседі. Солармен кеңеседі екен. Сонда халық емінің айтып отырған дүниесі қаншалықты аналардың жаңағы аппараттық жүйемен қараған кездегі туралығын салыстыратын дүние екен. Мен неге бұндайды істемеймін? Неге маған бұл жетіспей тұр? Деген сияқты мен ізденіске түстім. Сөйтіп, Санкт-Петербургта мысалы бірнеше жыл, Москвада бірнеше жыл, одан кейін Европаға шықтым.
Европаға шыққан кезімде тіптен көрдім оны. Енді Бейжіңнен бұрын мен Шанхай мектебінде оқыдым. Шанхай мектебінде жаңағы массаж жасап үзу дейміз ғой қазақша. Соларды үйреніп және ине салғанның жай ғана оқыдым ине салғанды. Одан кейін көп жылдарда оның ортасында көп жаңағы емдер, адамның үстіне шөптік дәрілер құйып, от жағып емдеген, кәдімгі мына омыртқаны түгелдей емдегендерді оқыдым Шанхай мектебінен. Одан кейін мен Бейжіңдегі медициналық университеттің ежелгі Қытай дәстүріндегі емдеу тәсілі деген жаңағы факультет бар. Сол факультетке барып, кәдімгі енді Қытайша терең тіліміз жетпегенменен оқып және сол жердегі медицинадағы жаңағы магистратурада оқыған студент арқылы мен оқыдым. Оқып, содан көбінесе мен енді профессордың өзі қызықтады, тұрыппен оқыдым. Кәдімгі адам тұрыпмен, Қытайда сондай формалинге салғанда өте тазалап салады, адамдардың ешқандай иісі де жоқ, ештеңке де жоқ, алып, қай жер мынандай деп осы көрсеткенге де керемет тамаша, оңай болады екен. Соныменен мен Бейжіңдегі сол ежелгі Қытай дәстүріндегі емдеу тәсілінің маманы деген атақ алып шықтым. Әсіресе сол жерлерде, мысалы, ең қиын болатын Қытай халқына, маған енді жалпы бойымдағы өзімнің талабым шығар, жеңіл болды. Ал ең қиын болатыны жаңағы инені өзінің от ине дегені болады. От инені бүйтіп факелменен жаққан кезде, өзінің жағатын кезде қып-қызыл болғанда, мына иненің ұшына қарап тұруың керек, нүктеге қарап тұруың керек. Иненің бірінші от, екінші от, үшінші от. Отты мысалы бір жанып жатқан от деп қараймыз ғой. Сөйтсек оның өзі 4 түрлі 5 түрге бөлінеді екен. Соның ең алдымен жаңағы өзінің отты қоятын жерлері бар. Ең қызатын оттың мына бөлігі бар. Сол бөлікке қарап тұрып, ана инені адамның үстіне салған кезде нүктеге тура салған. Сол енді мына бойдағы мына қасиеттің арқасы деп ойлаймын. Кейбір қытайлардың өздері содан өте алмай қалғандар бар. Осы жаңа айтып отқан инелеріңіз адам бойында қандай ауруларға ем болады? Жалпы бұл ине салу дегеніміз адамның жаңағы ян деп айтады ғой. Ал қазақша айтқанымызда сыртқы дүние мен ішкі дүниені тұтастыратын энергия жолдарын және қан жүру жолдарын емдейтін дүние. Ол мысалы арықты су тазаламасаң су бітеліп тұрып қалады ғой. Сол сияқты адамның бойында энергия жолдары да болады екен. Нейроновый клеткадағы жаңағы энергияны да жүргізетін, сол энергия жолдарын жүргізетін иненің қасиеті сол. Ары қарай енді сұхбатымыз жалғастыра келе, Сағира өзің сұрағын айта кетсең. Әсеткүл ханым, сіз енді жаңа бағана жоғары таныстырып кеттік, сіз психоаналитиксіз, сіз психологиямен, адамның жанымен жұмыс жасайсыз. Рухани, кейде болады адамда рухани дағдарыс деген болады, адамның ішкі жан дүниесі күйзеліске ұшырайтын кезеңдер болады, табиғаттың алмасуымен немесе мезгілдердің алмасуымен. Сіздердің алдыңызға келетін көбінесе адамдар қандай проблемалармен келеді? Бұл сұрақ менің жалпы емдеуімде ең алғашқы жолда жүрген сұрақтың бірі. Қазір психологиялық жағдайда көп адамдардың мысалы тұрмыс жағдайына байланысты, жұмысқа байланысты, ақша жетіспеушілігіне байланысты отбасылық кикілжіңдер көп болады әсіресе. Сондай жағдайда ері мен әйелі ұрсып қалып жатады. Әйелдері болмаса, мына климакс кезінде әйелдердің кішкене жүйке жүйесі жұқара, басқаша, гормондары басқаша, кішкене өзін алып кете алмай сондай науқастарға көп ілінеді. Оның кейін мына өспелі кезең дейміз ғой, балалардың жаңағы жас кезінен кішкене мына өспелі кезеңге ауысуында балалардың сондай жағдайда көп жұмыс жасаймын. Кейбір балалары бар, тіптен ата-аналарын тыңламайды да, ата-анасы айтады, мына Әсеткүл апаңа айтамын. Сол болмаса маған айтады, осы балаңызбен сөйлесіңізші деп. Отбасылық психолог есебінде солардың отбасына барып, болмаса олар келіп, сол баламен әбден сөйлесіп, сөйтіп орнына келтіретін жағдайлар болады. Тіптен мұғалімдерменен дұрыс тіл табыса алмай жататын да жағдай болады. Балаларда ондай жағдайларға да көп көмек беріп жатады. Жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, отбасылық кикілжіңдер деп, мысалы, айталық ата-анасы балалардың ажырасып кетті деп, оның ішінде енді қыз бала көбінесе анасына жақын болады ғой, ал соның ішінде ата-анасының ажырасуы ұл балалардың психологиясына қалай әсер етеді?
Енді қандай да болмасын, қыз бала болсын, ұл бала болсын, ажырасқан деген оңай емес қой. Қазіргі заманда ажырасу деген тіптен жеңілдеп кетті. Жеңіл дүниеге айналып кетті. Ол қыз баланы ана болып басқа біреудің босағасына барғаннан кейін қыздың шешесі болсын, әкесі болсын, оны сол жалпы тұрмысқа кетпей тұрып қызды дайындау керек. Сен ана үйдің босағасына барасың, сол үйдің көгін көктейсің, түтін түтетесің, жапырағын ашасың, тамырын тереңге созасың деген сияқты. Қандай да жағдай болмасын, үлкен кісілері болады, оның ата-анасы болады. Үйдегі әр мемлекеттің өзінің заңы бар ғой. Бұл отбасы да мемлекет сияқты. Сондықтан ол қыздың үйіндегі жаңағы өзінің заңыменен келесі үйге келе алмайды. Ол сол үйдің жаңағы отбасылық жағдайына бетін бұру керек. Сонда ғана жаңағы көбінесе сабырға салу керек, ақылға салу керек. Қыздың шешесі ақылды болу керек деймін. Қыздың шешесі ақылды болмай, ол қыздан жақсы келін шықпайды еш уақытта. Сондықтан қыздың шешесі ақыл айтып, көтеріп отыратын болса, ол жаңағы ақыл қосып отыратын болса, ол өзі тәжірибесімен арғарта жақсы болып кетеді. Сондықтан қазір үйленіп алып, біздің қандай жағдайда жүргеніміз белгісіз, біз ажырасатын едік деп келіп жататындар болады. Мен ажырасатын едік деп келіп жатқан адамды еш уақытта ажыратқан емеспін. Қосуға тырысамын. Кейін өздері күліп, біріне бірі қайта ғашық болып келіп жатады. Әрине ондайда бақытқа кенелесің. Енді жалпы қазақта айтады ғой, шешесіне қарап қызын ал дейді. Осы орайда жалпы алдын ала дайындық керек дейсіз. Енді тағы бір көрерменіміз хабарласып отыр. Қабылдап көрейік. Көрмейміз, қабылдайық. Сәлеметсіз бе? Қымбат телекөрермен, сіз байланыстасыз, айта беріңіз. Алло, сәлеметсіздер ма? Менің есімім Ермек болады. Мен жүре алмаймын, бірінші топтан мүгедекпін. Әдескүл апаға сұрақ қояйын деп едім. Мархабат. Баруға қай микрорайонда тұрасыз? Қай адреске бару керек? Сосын мен мына халық елінде жүгіну сенесіз ба деген тақырыпқа бойынша сұрақ қояйын дедім. Мен жалпы сенем, бірақ кейбір емшілер сене қояды. Рахмет. Рахмет. Осы ең бір түйткілді сұрақ, баға қояды, мысалы, осындай деп 180 мың, 150 мың деп тіпті бағаларын сыртына жақсы қоятын да кездері бар. Көпшіліктің өкінішке қалтасы көтермей оны қанша көтермейді, біріншіден қалтасы, екіншіден енді мен жалпы ондай жолда өзімді қоймаған болар едім. Мен кәдімгі үлкен 25 жылдан бері ашылған Шығыс халық емі орталығы Қуат деп аталынады. Сол орталықта жаңағы үлкен кәдімгі орталық етіп қарап отырмын. Ол жерде менің администраторым, медсестрам, массаж жасайтындар, Қытайдан оқытып әкелген адамдарым, мысалы, жұмыс жасайды. Ал енді жаңағы көшеде отырған, үйде отырған, оларды мен түсіне алмаймын. Менің жолым тіптен бөлек деп айтамын. Өйткені мен кәдімгі кей тексеру қажет болған жағдайда, мысалы, мен айтайын, көтере алмай жүрген келіншектерді айтатын болсам, соны міндетті түрде мен жаңағы инфекциясын қаратам, жаңағы ұрық жүретін жолдарын, жұмыртқаларын қалай жарылатын, екеуінің қаншалықты бір-біріне сәйкес келетін, еркек адамның ұрығын түгел тексертіп шығамын. Менің жолым тіптен мен жаңағы қазақ емін, мына классикалық еммен араластырып отырған адамын. Сондықтан мен өзімді жолымды тіптен басқаша. Жаңағы енді көрмейміз. Ал енді Нұрланға келетін болсақ, Нұрланда әрине мүгедекпін деді. Ермек. Бірінші топтағы мүгедекпін деді. Енді қай жағынан мүгедек екенін мен білмеймін. Аяғы жүре алмайды, жаңағы инвалид коляскаде отырып жүреді. Енді бұл жағдайда мысалы аяғы жүре алмайтын адамдар әнелге барады, мінелге барады, ем болса екен деп, ол аяқ жүрмей қалды ғой. Ол аяқ жүрмей қалды. Сондықтан ол белден кетті ме, тіптен туа біткен болды ма, оны дәрігерлік үлкен сараптамадан өткізу керек. Ол мүгедек екенмін деп отыруға да болмайды. Өз жағдайы келмесе, жан-жақтан осы қол ұшын беретін азаматтарды созып, мысалы, басқа жерлерге апарып көрсетіп, өзін қарату керек. Оған менің емім жүрмей жатқанды жүргізіп жіберем деген болмайды. Жалпы халық емі мына медициналық еммен бірге бірлесіп отырып істеген дұрыс болады. Жеке халық емінен жазылып кетесің деп айта алмаймын мен. Менің өзімде мысалы кейбір жерлерден естіп жатамын. Біреу қолын қояды екен, біреу арқасын ұрады екен, бірден кетеді. Мен ондай жолдағы адам емеспін. Кәдімгі дәрігерлік жолдағы қарап отыратын адамын. Бірақ енді арабша оқығандықтан дем салып отқанынан ешқандай жаңағы зияны болмайды.
Онан кейін көңіл күйі төмен түскен жағдайда, ұйықтай алмаған жағдайда, одан енді әрине арабша оқып, білімі жетік болатын болса, ол адамдар дем салса, ол дұрыс болады. Енді жаттап алып дем салғанды, оны да түсіне алмаймын мен. Өйткені өзім оқығандықтан, соның бәріне терең түсіне алмай қалатын жағдайым болады көбінесе. Мен енді оқуға көп көңіл бөлген адаммын, ал енді дем салып емдеу деген адамның 62 тамырын идіреді. Ол Құран деген, Құран қаншама мысалы ғылымның бетін керек ашып жатсаң да бір Құранға жетпейді, оның барлығы. Құран деген үлкен дүние, сондықтан дем салып емдегенің ешқандай зияны жоқ. Бұл жаңағы ермекке мен айтар едім, бұған терең кәдімгі диагностика жасатып, дәрігерлерге сараптама жасатып, мүмкін оны тұрғызатын жер бар шығар. Нейрохирургиялық мүмкін белден шығар, мүмкін бастан шығар. Ол құрдан-құра аяқтан жүремей қалмайды. Аяқтан жүремей қалған тек қана аяқтан оның себебін іздеуге болмайды. Оны белден де, бастан да іздеуге болады. Барлығы бір-бірімен байланысты дейсіз ғой. Сондықтан бұны үлкен жерге апарып көрсету керек дейді. Ал енді жаңа өзіңіз айтып өтіңіз, Европаға бет бұрдыңыз, Бейжің, басқа да қалаларда тәжірибе жинақтан, сонымен қатар Калифорнияны ерекше атап өттіңіз. Енді осыған тоқтала кетсеңіз. Биыл мен енді жан-жақты көріп жүргендіктен қолымды ұзарта түскім келеді. Сондықтан биыл Америка құрама штатына, Калифорния штатына бардым. Негізі сол Калифорния штатына барғам, бірақ одан арғы қарата Невада, Аризона және сонымен қатар үлкен-үлкен қалалар, 28 қала арладым. Калифорния штатында, Сан-Францискода жаңағы Ырысбек Абдуллаев дейтін қырғыз профессор бар екен, онколог. Онколог профессор екен, қазір бірақта онкологынан емес, қазір дәрі жасап шығару фармацевтический не ғой, жолменен, сондай жолмен қызықтап, соған ауысқан екен. Сол кісінің қолдауымен мен біраз жаңағы үлкен конференцияларда болдым. Ол жерде ең қызығы барғанда қазақты айтады деп ойлаған жоқпыз. Олар біздің қазақ екенімізді білмеді. Менің қазақ екенімді білмеді. Енді ұқсай береміз ғой біз. Жаңа жапонға да ұқсайып кетеміз, кейде корейскеде де ұқсап кетеміз, кейбір түрлеріміз. Сонда жаңағы айтып жатыр, Қазақстан дейтін мемлекет бар екен дейді. Кішкентай ғана бір бесікті алып алған. Сол мемлекетте жаңағы осындай бесікке салады екен. Қандай ақылды халық, көшпенді халық, соның ішінде осындай бесікке салып жүрген сияқты деп. Содан кейін мен айттым, ол тек қана бесікке салу емес біздікі, оның ішінде құрғақ жатады. Әсіресе түбекке салған күлді айтсаңшы дедім. Түбектегі күлді. Соны сөйтсем Ырысбектің өзі де білмейді екен. Жаңағы түбектегі күл, мен айтып жатырмын, жаңағы біз мысалы адам уланып қалатын болса, активированный уголь ішкіземіз ғой, жаңағы қара көмірді ішкіземіз, іштегі токсинді тартып алу үшін. Жаңағы. Ал енді түбекте оның зәрі түседі, үлкен дәреті түседі, сонда сол токсинді анаяқ тартып тұрады, бері қарата шықпайды деп, сондағы таңғалғандары. Енді сондықтан мен қазақ халқыма әр уақытта қуанамын. Сондай неше түрлі емдеу жолдарын. Содан кейін ол жақта мен көбінесе тамақтану тәсілдерін көп үйрендім. Тамақтану тәсілі. Бізде енді оны айтсақ, біздің қазақтар айтамыз ғой, біз ет жеп өскен қазақпыз, майлы ет деп. Бірақ бұрын майлы ет жеген, қымыз ішкен, шұбат ішкен майлы еттен кейін, одан кейін атқа мініп алып, бір ауылдан бір ауылға барған, таза ауада. Ал қазір біз мына көп қабатты үйде тұрамыз да, етті жақсылап жеп аламыз да, жантайып жатып, экранға қарап назарымызды сояқ аударамыз. Жүру жоқ бізде, қимыл әрекет жоқ мысалы. Сондықтан біздің жеген етімізді аптасына бір рет жеп, қалған уақытында жеңіл тамақпенен отырсақ, бізде мысалы қан қысымы жоғарылауы, ішкі құрылысымыздың ауруы, қанның қоюланып кетуі, холестериннің көбейіп кетуі, жаңағы бауырымыздың майланып кетуі, сондай жағдайда жеңіл болар еді деп ойлаймын. Сондықтан мен оны көп шөп мәселесіне, көп мынандай шөп жеп қалай тамақтану керек екенін сол жақтан үйреніп келдім. Енді ол біздің тек қана еттен басқа да тамақтармен кішкене өзімізді жеңілдетіп ұстауымыз керек екен. Қазір көп әйелдерде қарап отырсаң өте толып кеткен. Көп еркектерде қарап отырсаң іш бір жақта жатыр, өзі бүксе бір жақта жатыр, еркек па, екі қабат әйел ма түсінбей қаласың. Сондықтан біз тамақты кішкене дұрыстауымыз керек екен. Әсеткүл ханым, жаңа ғана айттыңыз, көптеген әйелдердің, қыздардың өттері толып кетіп жатады деп. Сондай кезде адам не істеу керек, өт толып кеткен кезде? Міндетті түрде оны ота жасатып, немесе жаңағы
ота жасату керек па, әлде басқа да жолдар бар ма? Жоқ, ота жасата қою керек деп айтпаймын. Ота жасағанды жалпы біз артқа қоюымыз керек. Егер тас үлкен болып, жаңағы өттің түтікшесіне тығылып қалған жағдай болса, онда тіптен дәрігердің ота жасауына дейін жеткізудің өзі оңай болмайды. Ал бірақ одан басқа өт толып кеткен жағдайда мына ішкі құрылысы адамның өте ластанып кетеді екен. Біздің енді экологиямызға байланысты ма, әлде тамақтарымызға байланысты ма, тамақтарымыздың көбісі химиядан тұрады ғой. Сондықтан мына ішке өттің тас болып жиналуы, одан кейін жаңағы өттің қоюлануы, оларды мені ең бірінші емдеу жолында қойғаным, ішкі құрылысты тазалаймын. Бір тәулік ішінде ішкі құрылысты тазалап, жаңағы өттерін қуалап, аш ішек, тоқ ішек, асқазан, бөтегедегі құмдар, тұздар, солардың барлығы бір тәулік ішінде тазаланады. Және мен бұны өз бетінше тазалауға рұқсат бермеген болар едім. Өйткені ол іштегі дүниені қуған кезде адамның қанның ішіндегі ферменттер азайтып жібереді. Оны орнына қоятын шөптерді ішкізу керек. Сондықтан шөп арқылы бір тәулік ішінде соны тазалап емдеймін. Және осы Германияда мен Фрайбург клиникасында детокс дейтін аппаратты оққан едім. Бірақ сол 2008 жылы сол мезет мен оны ала алмай кеттім. Ала алмай кетіп, соны бір жыл бұрын мен Америкадан, өзі Американың аппараты, аяғыңды тек қана крандағы жылы суға аяғыңды салып қоясың 20 минут 30 минут, иондар арқылы аяқтың 2000-нан аса жаңағы клеткалық деңгейде тесіктері болады. Нүктелері ғой. Нүктелері сол аяқты суға салып, жаңағыны қойған ішіне аппаратты салып, мынандай аппаратпен тұрады, соны тазалаған кезде кәдімгі бауыр тазаланады, қан тазаланады, лимфалар тазаланады, сүйек тазаланады. Сондай бірнеше тазалау жолдары. Тіптен кейбіреулердің бүйректерінен жаңағы зәр кератині жақсы бөлінбей қалғанда, мочевинасы дұрыс болмаған кездерде жаңағы аппараттан шыққанда су зәр сасып кетеді. Кейде қан сасып кетеді. Тіпті мына темекіні көп тартқан адамдарда темекі сасып кетеді. Аппақ суың кәдімгі мазут, жерден шыққан мұнайдың светіндей болады. Сондай болатын екі аппарат алып келдім Америкадан. Сол өте жақсы тазалауға өте қолайлы. Бәрекелді. Жалпы қандай аурулар түрлерін емдейсіз? Көбінесе халық қандай ауру келеді? Қазіргі таңда жаңағы ішті тазалау деп жатырмын. Содан мына құяң жел жиналған остеохондроз ауруы ғой, енді қазақша құяң жел деп айтады. Остеохондроз аурулары, бел аурулары, аяқ аурулары, сонымен қатар ішкі құрылыс аурулары, жас балалардың жаңағы бастары ауыратын, внутричерепное давление деп жатады. Сондай қан қысымы жоғары, қан қысымы төмен, одан кейін геморрой аурулары көп кездесті. Осы кейінгі 3-4 жылдығында мен Ақтауға келіп жүргенде, мен 97-тен бастап келем Ақтауға. Соның артасында 6 жыл мен шетелде болдым. Сол 6 жылда келмей қалдым. Қалған уақыттың бәрінде Маңғыстау халықтарымен жиі жылына 2 рет кездесіп тұрдым. Қазіргі 3-4 жылдың айналасында геморрой ауруы көбейіп кетіпті. Енді белгілі ғой, экологияға байланысты, жұмыстың ауырлығына байланысты, аяғынан сыз өтуіне байланысты, геморрой ауруларына, және жаңағы бөтекелер ауырған, ішінде тас байланған, құм байланған, сол сияқты ауруларға көп көңіл бөлемін. Ал енді сонымен қатар жаңағы Америкадан алып келіп отырған детокс дейтін аппарат, қан құрамын тазалау. Қан құрамын және сүйекті, лимфаны басқа жақты сол тазалау, адамның бойындағы токсиндерді шығару. Осы емдер және ине салып емдеймін. Ортасында жаңағы дем салуым да болады. Содан кейін психологиялық тұрғыдан көп емдеп жатамын. Осы жерге көп. Әсіресе сіздерге шүйінші айтатын хабарым бар айтқанда. Ең алдымен соны айтуым керек еді, ұмытып кеттім. Осы өткен жылғы емнен кейін 2 келіншек бала көтеріп, қазір Ақмарал, Альбина дейтін екеуі осы 4-5 айлық жүктілік кезеңінде. Бәрекелді. Сондай осы жолы қуанышпенен келіп отырмын сіздерге де. Өте қуаныштымыз. Енді Әсеткүл апа, сонымен Калифорнияға бардыңыз, Бейжіңге бардыңыз, барлық жаққа да барған сияқты. Енді қайда бармақшысыз? Алдағы мақсат қандай? Алдағы мақсат халықтан айналайын, халықтың ортасында еңбек етіп жүрмін. Еңбек етемін де оның кейін жаңағы білімді жетілдіруге кетемін. Сол халыққа неше түрлі аппараттарды, неше түрлі оқуды оқып, халықтың ортасында салғым келіп тұрады. Сол ендігі
мақсатым осы жақтан барғаннан кейін Корея халқына бару. Одан ары қарата Индияға баруды жоспарлап отырмын. Бәрекелді. Жолыңыз болсын, тек сапарыңыз сәтті болсын дейміз. Ал енді